Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Мен үнемі сіздермен осындай тегін рецепттермен, тегін мастер-класстармен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Мен бүгін таңғы асқа осындай завтрак дайындадым. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Ол үшін 3 жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп алдым. Кішкене тұз және бұрыш сеуіп, шанышқымен араластырып алдым. Жұмыртқаның сарысын осылай араластырып қойдым. Одан кейін жұмыртқаның ағына менде қазір туралған петрушка бар. Сіздер өздеріңіз петрушка, укроп, қандай көкшөпті жақсы көресіздер, соны салыңыздар. Мен соны салып, тек қана ағына салдым. Осылай қазір вилкамен тағы да араластырамын. Енді мен қызып тұрған табамды сары маймен осылай майлап алдым. Бірінші жұмыртқаның сарысын осылай табаға біркелкі қылып жайып шығамын. Табаны қолыңызбен жұмыртқаның бағытында қозғай отырып, осылай біркелкі жайып шығамын. Міне мен ішінде қалғанның бәрін лопаткамен салдым, түгелімен әдемі біркелкі жайылды. Міне енді кішкене сары уызым қатайғанша отта ұстаймын. Мен сыр салып шықтым осылай әдемілеп. Бір қатарға сырды өздеріңіздің қалауыңызша саласыз. Жақсы көретін болсаңыз молырақ салуға болады, теркіден өткізіп салуға болады. Маған бірақ осылай салған ұнайды өзіме. Сондықтан жіңішкелеп кесіп салдым мен. Қазір енді осылай лопатканың көмегімен жайлап сол сырымды жұмыртқаға орай бастаймын. Жұмыртқаларыңыз сәл қатып тұру керек. Жұмсақтау болса көп оралмайды. Шетіне қарай ысытырдым. Енді мына шетіне мен ағын құйып, сары жұмыртқаның сары уызына ағын жалғайтын боламын. Қазір бұл да тағы да қатаю керек, жұмыртқаның ағы уызы. Жайлап қатайғаннан кейін сары ағы уызын айналдырып орап, кейін қарай лопаткамен кейін қарай тартып шекереміз де қайтадан қалған ағы уызды құямын осы жерден. Міне осылай тарттым. Енді қалған ағы уызын жалғап тағы да құйып жіберемін. Жаймен жаңағы жұмыртқамды ары қарай рулет қылып орай беремін. Міне осылай орап болғаннан кейін 1-2 минут сәл табада ұстаймын. Екі жағын тағы да бір. Сонымен менің завтракым дайын. Мен қазір сіздерге ортасын кесіп көрсетемін. Міне кескенде сыры кәдімгі созылып, күшті болып жатты. Өте дәмді шығады. Тағы да жасап көріңіздер. Менің рецептіммен достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Тағы да келесі рецепт салғанша, кездескенше сау болыңыздар.